тәрбиешісі Шынайбекқызы Алмагүл. Бүгін Балдырған тобының тәрбиешілері Аша Нұрсұлтанұлы, Әмина Арманқызы. Сіздермен бірге тәжірибе жасайтын боламыз. Балалар, бүгін зертхана жұмысын жасауға дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Тамаша, Аңсар бүгін сен қандай жұмыс көрсетесің? Өсімдіктердің құпиясын ашамын. Рамина, сен? Мен сиқырлы жамбыл жалпы сүтті билетіп көремін. Тамаша, ал жарайсыздар. Ал енді Аңсардың жұмысына қарайық, иә? Не істейміз, Аңсар? Біз оның су қоямыз. Екісі орып көпті қоямыз, көк бояды қоямыз. Тамаша, енді? Енді қақпалатты саламыз. Тамаша, қорытындысын соңынан көретін боламыз, иә? Жарайды. Ал енді Рамина? Істе. Бұл не? Судың бетіне бұлт жасаймыз. Дұрыс. Ал енді үстіне не істейміз? Үстіне не істейміз? Үстерді? Тамызамыз. Тамызамыз дұрыс. Жарайсыңдар. Астында жаңбыр жауып тұр ма екен? Жаңбыр жауып тұр ма астында? Түсті. Дұрыс, иә. Астына суды түсті. Не жасады? Жаңбыр, әдемі ма? Әдемі болып түсіп отыр, иә? Жарайсыңдар, тамаша. Жарайды. Енді келесі. Келесі. Не істейміз? Келесі тәжірибе кеттік. Қандай тәжірибе? Сүтті? Сүтті. Қысқа құямыз, иә? Қазір сүтті билейтін болады, иә? Біздің беше сүтке қараймыз қазір, иә? Тамаша. Енді? Енді бояуларды? Ал енді осыған не істейміз? Не істейміз? Енді мына түстердің үстіне әкел. Тамаша, да? Істе, тағы істе. Керемет, да? Ұнады ма? Не болып отыр бұл жерде? Сүтіміз не істеп отыр? Бояулар не істеп отыр? Билеп отыр, иә? Әдемі болып шықты ма? Ал енді бастапқы немізді көрейік. Аңсар? Қырық қабатты көрейік. Қырық қабатты көрейік, иә. Қырық қабат не болды екен? Алып қарашы. Қараңдар. Қырық қабатымыз не болды? Көк түс болып кетті. Неліктен? Өсектер тамырмен өтіректеді. Қабатымыздың жан-жағы және ортасында ақ тамырлары қандай түске боялды? Көк түске. Көк түске. Өсімдік суды тамырымен қоректенеді, иә? Соны көріп тұрып, иә? Жарайсыңдар. Сендерге зерттеу жұмысы ұнады ма? Иә. Бүгін қандай зерттеу жұмыс жасады? Өсімдіктермен? Түстердің құпиясын аштық, иә? Сендерге зерттеу жұмысы ұнай ма? Иә, ұнайды. Табиғаттың құпияларын бірге ашайық. Сау болыңыздар.